Қайырлы күн қыздар, сіздерге үй жағдайында өте оңай жолмен жасалынатын сосиски в тестенің рецептін ұсынғым келеді. Қамыры әмбебап қамыр, барлығына жарайтын болады. Алдымен жылы суға шекер мен ашытқыны салып араластырамыз. Ашытқымыз біздің срогы өтпеген жақсы болған тексеру үшін біз осылай кішкене ұн сеуіп араластырып ашытқымызға қараймыз. Міне осындай видеодағыдай көпіршіктер шықса, біздің ашытқымыздың срогы жақсы деген сөз. Ары қарай тұз бен сұйық майды салып араластырып, оның үстінен барлық ұнымызды саламыз. Мен осылай ұнды салғаннан кейін қасықтың көмегімен ұндарды біріктіру үшін бірінші араластырып аламын. Ары қарай қолымның көмегімен қамырымызды илейміз. Қамырды қатты басудың қажеті жоқ. Бір-біріне осылай қолымызбен біріктіріп, ең жоғарғы бетіне кішкене ғана сұйық май жағып, қолға жабыспастай етіп, осындай қамыр илеп, бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Ашытқыны білесіздер, жылыны жақсы көреді, сондықтан неғұрлым жылы жерде тұрған сайын ашытқымыз біздің жақсы көтеріліп шығады. Қамырды 2 бөлікке бөліп, 7-8 бөліктен бөліп аламыз да, қамырымызды міне осылай дөңгелектер жасап, бір ыдысқа салып бетін жауып қоямыз. Мен сосискиге мұсылманский Мустафа сосискиін қолданамын. 2 жағын алып тастаймын. 2 жағын алып тастасаңыздар, сонда бізде әдемі көрінетін болады. Қамырды осылай қолымыздың көмегімен кішкене ұн себе отырып, ұзынша етіп жасап аламыз да, сосискиімізге орап шығамыз. Өте оңай жасалынады. Сіздер де осы жолмен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Осылай орап алғаннан кейін табаға пергамент қағазын төсеп, мен үстіне жұмыртқаның сарыуызымен кішкене сүт араластырып жағып шықтым. Оның үстінен әсемдігі үшін күнжіт сеуіп, 180 градус қызып тұрған пеште 25 минутта пісіріп алдым. Міне достар, біздің сосиски в тестеміз осындай болып, өте жұмсақ, нежный болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Бұл қамырмен пирожки, беляши, бауырсақ, нан пісіруге де болады. Арасы толық пісіп шығады. Жасап көріңіздер.